Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз 1688 сайтында магазиннен тікелей Каспи приложение арқылы төлем жасауды үйренетін боламыз. Достар, видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көбісі білетін болар, 1688 сайты оптовый сайт. Бұл сайтта біз Қазақстанның төлем карталарымен төлем жасай алмайтын едік. Тек қана Alipay арқылы Alipay'ге баланс толтырып, сол баланспен 1688 сайтында төлем жасайтын едік. Alipay'ге балансты сіз қалай толтырасыз? Біреулер через посредник толтырады. Әрине, посредник өзінің процентін қосады. Сосын тиімді жолы биржа арқылы толтыруға болады. Бұл толтыру жолы кішкене күрделілеу. Сосын тағы Alipay толтырудың тиімді жолы ол Alipay'ге мини приложение жүктеп, содан соң Alipay'ге екінші Alipay аккаунт арқылы юань толтыру. Және де осы мини приложениені жүктеп, настройка жасаған соң, осы Alipay'імізге уже өзіміздің Каспи приложение арқылы да юаньды толтыруға болады. Бұл екі тиімді жолын келесі видеоларда бұйырса сізге видео түсіріп көрсететін боламын. Ал қазір мен сізге 1688 сайтында магазиннен товар алғанда тікелей Каспидегі Alipay Plus арқылы төлем жасауды көрсететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Бұл Android версиялы телефондар үшін ең алдымен Play Market'тен осындай Fake GPS деген приложениені жүктеп аламыз. Телефонымызға осы Fake GPS-ті жүктеп алғаннан кейін осы приложениеға кіріп, настройка жасаймыз. Приложениеға кірген кезде разрешение сұраса, разрешение береміз. Осы приложениеға кірген кезде осылай карта ашылады. Қазір менде Гуанчжоу таңдалып тұр. Картаны осылай қозғап, Қытайдағы Гуанчжоу қаласын тауып аламыз. Приблизительно осындай жерде орналасқан, мына Қытай дегеннің астыңғы жағында орналасқан Гуанчжоу деген қаласы. Осылай картаны үлкейтіп, Гуанчжоу деген қаланы тауып аламыз. Мына Фушань деген қаланың қасында орналасқан. Табамызда үстінен басып қаламыз. Осылай location деп шығады. Сосын мына көк play деген батырманы басамыз, қосып. Қосылған кезде осылай қызыл болып тұрады. Достар, енді біз телефонымыздағы настройкаға кіріп, об устройстве, сведения о телефоне деген сияқты параметрлерді тауып аламыз. Настройкаға кірген кезде примерно төмен жағында болады. Мұнда менде параметр разработчика деген шығып тұр. Сізде бірінші рет кірген кезде болмауы мүмкін. Осы параметр разработчика дегенді шығару үшін біз бірінші сведения о телефоне деген параметрға кіруіміз керек. Сведения о телефоне дегенге кіргеннен кейін сведения о ПО дегенге кіреміз. Кейбір телефондарда настройка кішкене басқаша болуы мүмкін. Сведения о ПО дегенге кіреміз. В общем, достар, настройкадан мына номер сборки дегенді тауып алуымыз керек. Номер сборки дегенді тауып алғаннан кейін номер сборкидің үстінен 7-8 рет басамыз. Сол кезде режим разработчика уже включен деп серый жазумен мына экранның бетінен шығады осылай. Менде уже қосылған. Содан кейін назад басамыз да. Бұл жерден де назад басамыз. Мінекей настройканың астында осындай параметры разработчика деген параметр қосылады. Енді осы параметры разработчика дегенге кіреміз. Осыдан төменге қарай түсе береміз де, осы жерден выбрать приложение для фиктивных местоположений деген параметрді тауып аламыз. Мінекей осы параметр выбрать приложение для фиктивных местоположений дегенді тауып алсаңыз, осыны үстіне басасыз. Әрі қарай мына Fake GPS дегенді таңдаймыз. Fake GPS-ті таңдадық. Fake GPS-тің настройкасын жасадық. Енді 1688 сайтына кіреміз де продавецтермен сөйлесеміз. Продавецке SMS арқылы жазамыз. Товарға сіздің Alipay QR арқылы төлем жасауға болама деп. Мысалы, мына жерде мен мына продавецтен сұрадым, сіздің Alipay QR арқылы төлем жасауға болама деп. Сосын продавец болады деп маған осындай QR-ын жіберді. Кейбір продавецтер бұндай төлем жасау жолымен келіспеуде мүмкін. Обычный платформа арқылы төлем жасаңыздар деп жазып жібереді. Кейбіреулері келісуде мүмкін. Сол үшін продавецтерден SMS арқылы жазып сұрайсыздар. Маған мына жерде продавец QR-ын жіберді. Мен бұны сохранить етіп алдым да, екінші телефонға, баламның телефонына, WhatsApp-ына жіберіп қойдым. Ал төлемді мен өзімнің телефоныммен төлем жасайтын боламын. Жаңа Fake GPS-ті мен жүктеп, настройкасын қосып қойдым. Мынау көріп тұрғандай менің телефоным. Қазір мен бірінші Fake GPS-қа кіремде, мына көк play дегенді басып, сосын қызыл болып қосылады. Сосын мен Каспи приложениеға кіремінде осындай сервисі деген осындай үш сызық бар. Қазір ол астында тұр. Соны басамын. Сосын мына Alipay Plus дегенді басамын. Әрі қарай мына үстіндегі сканировать QR код дегенді басамыз.
Сосын осылай сканировать QR код деп шығады. Мен жаңағы 1688 сайтындағы продавецтің маған берген QR кодын баламның WhatsApp-ына жіберген едім. Қазір соны сканерден өткіземін. Мінекей ойланып жатыр. 2 телефон болу қажет. Біреумен сканерлейсіз, біреумен QR кодын дайындап қоясыз. Мінекей магазиннің аты шықты. Мен мына жерге қазір 1 юань деп жазып сізге көрсетейін қалай жіберетінін. Мысал ретінде 1 юаньды жіберіп көрейік. Қараңыз, мына жерде 1 юань конвертация 66 теңге деп тұр. Қазіргі таңда юаньның бағасы кішкене көтерілген. Сол себепті 66 теңге болып тұр. Мына оплатить дегенді басамыз. Мінекей оплата қабылданды. Көрдіңіздер ғой, Каспи приложениядағы Alipay Plus арқылы 1688 сайтында Қазақстанда тұрып та төлем жасауға болады. Сосын 1688 сайтында осылай QR арқылы төлем жасағаннан кейін продавец сізге товардың трек кодын жіберу керек. Мысалы, мына жерде Alipay Plus арқылы QR код арқылы төлем жасалынды. Продавецпен жақсылап сөйлесіп аласыздар. Алайын деп жатқан товарыңыздың түсін, қандай размерін жіберіп продавецке. Сіз продавецке каргоңыздың Қытайдағы складының адресін жібересіз. Оплата жасағаннан кейін товардың трек кодын сізге осы SMS-пен жібереді. Осылай складтың адресін копировать етіп алып продавецке жібересіз. Сосын сізге товардың трек кодын жібереді. Осы жерден трек кодын копировать етіп алып, өзіңіздің сайт слежкаңызға тіркеп қойсаңыз болады. Сол сайт слежкаңыздан отслежка жасап отырасыз. Товарыңызды қай жерге келгенін көріп. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің осы YouTube каналымда Қытай сайттарына байланысты тегін видео сабақтар өте көп.